үйге дейін апарып тастады, және де андай бір қамқорлығын көрсетті деп айтсам болады. Себебі мен негізі мүлдем күтпедім. Мен шығып кеткен болатынмын, келсем, солай гүл қалай? Енді білмеймін, басында келген кезде андай телефонда отырды да, мен соны түсінбедім. Сосын мүмкін қызығушылығы жоқ деп түсіндім. Одан кейін қарасам, оказывается, ол отырып гүл заказ берген екен. Сол жағы қатты ұнады. Күнде гүл дейсіз. Сіз тек осы Сүлейменнің сізге жасаған бар қамқорлығына оранып жүрген сияқтысыз, риза болып. Кім қыздар, Жанерке? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Енді сұрап кетейінші, бағана сіз айттыңыз ғой, үйдегілер ажырасқан қыз деп айтып жатыр деп. Соған сіз негізі біреудің ойына қалай қарайсыз, кейін ол сіздерге мәселе болмайды ма? Үйдегілер емес, айнала адамдар. Үйдегілер оған қарсы емес. Бернар, сөзіңізді аяқтай қойыңыз. Менің көзқарасым жақсы оған. Қыз баласы тұрмысқа шығып ажырасып келгенде, ол болашақ обязательно бақытты болып кету керек онда. Көзқарасым жақсы. Болсаған қайырлы күн. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Мынау видеода керемет көріністі көргеніміз бар. Енді шынымен де бағана қамқорлығы Нұрдәулеттің сөзіне қосылам. Өте керемет. Жалпы енді Ақеркеге тікелей сұрақ қойғым келіп тұр. Ақерке, сенде қазір адаптация қалай болып жатыр? Негізі әңгіме барысы, өйткені сенің алдындағы арақатынастарың енді ол жақта адам баласы сәл динамикасы жоғарылау болатын да, бағанағы әзіл жағынан деген сияқты. Бұл ер азаматқа қарасақ өте байсалды, бір байыпта деген сияқты. Әңгімелеріңіз жарасып кете алды ма, және жас айырмашылығы қалай болады саған? Сезілді ме әңгіме барысында деген сияқты сұрақ болып тұр. Жоқ, жас айырмашылығы сезілмеді. Бірақ айтып жатсың ғой, байсалды деген сияқты. Сол жағы негізі ұнады маған. Себебі мен болашақта былай ойлаймын. Енді үйде екі эмоциональный адам болса, енді біз өмірі ұрсып кетеміз, бір-бірімізді естімейміз деген сияқты. Мына жақта енді мен ойлаймын, дұрыс жағынан мен эмоционалды адам болғандықтан, бұл адам сабырлы болғаны дұрыс деп ойлаймын. Енді, қаласағам, әйтпесем бола ма? Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Кеше енді әңгіме барысында екеуіңіздің, сіз негізі осы уақытқа қарап келдіңіз эфирді, Ақеркенің осы уақытқа эфирларын арақатынасын деген сияқты. Қарап келдіңіз. Кеше осы жерде бір Абылай деген жігіт бар, кішкене артынан жүгіріп жүрген деген сияқты. Одан кейін бұрынғы арақатынасы болған жігіт бар, ол туралы әңгіме айттыңыздар ма кеше кездесуде? Жоқ, маған ол жағы қызық емес. Қызық емес, бірақ та ең бастысы мен қызға сенемін. Қызға сенесіз, бірақ та алдағы уақытта бір кедергісін тудырады деп ойламайсыз ба ол? Енді жігіттерге айтарым, енді артынан жүгіретін болсаңдар бұрын қайда қалдың деген сияқты әңгіме ғой. Иә, онда әдемі. Одан кейін кешегенде өзіңіздің көзіңізше келді ғой, бір құпия жанынан сыйлықтар келіп жатыр деген сияқты. Алдағы уақытта тоқтауға қарай әрекет істейсіз ба, немесе қабылдай бере ме, Ақерке? Бізде қазір таныстық кетіп жатыр. Жұптыққа барған кезде қабылдай. Барған кезде ол тоқтайтса. Тимур. Саламатсыз ханым. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Мен енді байқап отқаным романтик жігіт екен. 2 күн қатарынан келгелі, кеше бүгінде гүл беріп жатыр. Сізге осы мәселе бойынша біреу бағыт бағдар бере ма? Қыздың көңілін аулау бойынша, мүмкін апаларыңыз, қарындасыңыз деген сияқты, әлде өз ойыңызбен осы нәрсенің бәрін жасап отырсыз ба? Өз ойыммен маған ешкім былай жаса, оны жаса деп айтқан ешкім болған. Осы кезде мақтап кеткенге отыр. Жасы үлкен болса да, біраз жас жігіттерге үлкен нәрсе көрсетіп тастады, қызды қалай бағалау керек, қалай сыйлау керек, қалай өзіне қарату керек екен. Содан кейін айтқым келіп отыр, ертең сіз отбасылы болған жағдайда Ақтауда тұрасыз ба, әлде осы Алматыда ма? Ақтауда біраз мезгіл тұруға болады. Өйткені көп уақыт емес. Көп уақыт емес дейсіз бе? Иә. Ал басқа уақытта Алматыда ма? Бастапқыда дейсіз бе? енді үйленіп жатсақ, той болып жатса, ол кезде енді 1 жыл 6 ай тұруға болады. 1 жыл 6 ай? 1 жыл немесе 6 ай. Немесе 6 ай. Ал одан кейін қайда тұрасыздар? Жоспар бойынша? Пока жоспар, алда ешкім ештеңе білмейді, сондықтан мен... Мысалы, Ақерке, Астанада тұрайық деп жатса? Маған бәрі. Сізге бәрібір? Маған бәрі. Жақсы. Келесі, Шолпан?
мына жерде жаңа айтып жатсыз ғой, Сүлейман мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Тең-теңмен тезек қабымен деген нәрсе бар ғой біздің қазақта. Халық айтса қалып айтпайды дейді да. Сізді енді жаңа айналаңыздағылар айтып жатыр екен ғой, наразылығын білдіріп жатыр екен да. О нәрсе енді сізді жақсы таныған екен, сіздің достойный ер азамат екеніңізді білген екен, мүмкін күйеуінен ажырасқан, енді мінезі бар қызды сізге тең көрмегеннен айтып жатқан шығар. Енді бұл Ақеркені мына жерде көріп жатыр, бір қарым-қатынасты қарық қылып жеткізе алмай жатқан қыз, одан алдыңғы тұрмысында да қарқыламады, мүмкін сізге сай емес деп айтып жатқан шығар, сондықтан да ойланып көріңіз деп жатқаным ғой. Жоқ, оң ойланатын түк түрі жоқ. Өйткені маған қандай адам керек екені мен өзім білем да. Енді біздің Ақеркенің қулығы бар ғой, мүмкін соған алданып қалған шығарсыз. Енді алдағы уақытта көрерміз енді. Шолпан, не қылды негізі саған? Жақпай ма, жақпайтын өзін айтса, бұл жерде өң шаша бермейше. Қош көрдіңіз, Сүлеймен. Өте сабырлы жігіт екен. Бәрі енді баста бәрі солай бола береді да, негізі барлығына көне береді. Қыз Астанаға барып тұрамыз, маған бәрібір бара салам деген сияқты әңгіме айтып жатыр ғой. Енді сіз айтып жатсыз да, оны негізі ортаға шығармауыңыз керек те, өзіңіз шығарып қойдыңыз да, біздің Маңғыстау жақтағылар ажырасқан қыз деп айтып жатыр деп ше. Сіздің жасыңыз 35-те да, сіз өзіңіз сол айналадағы адамдарға түсіндіру керексіз да, мен жасым 35-те, мен бойдақ қыз табуым қиын деп түсіндіруіңіз керек еді да. Ажырасқан қыз болмаса, мен жасым 35-те, маған бойдақ қыздар тимейді деп түсіндіруіңіз керек та. Сіз келіп алып өзіңізше отызда бетше ажырасқан қыз деп айтып қалды, бірақ маған бәрібір деп өзіңді бір андай алтын қылып көрсетіп жатсың да, бірақ по-любому сен ана жақта ойды бір түртіп кеттің да, ертең таныстықты осы мәселе үшін тоқтататын сияқтысың сен, ажырасқан үшін. Кім, атың кім еді? Нұржан. Нұржан. Айта берсей. Сен қатты әңгіме айтпай-ақ қой. Енді жайлап бүйт, сен сияқты үндемей бүйт, соз сөйлек десек ешкім түсінбей жатыр ғой просто. Сен созба, бұлай нормальный жеткізуіңе болады да, сен кішкене қатты айтып отырсың. Жоқ, енді сен қызға сен айтып отырсың ғой, ажырасқан деп, ауылдағылар әңгіме айтып жатыр деп. Сен эфирге шығармау керексің. Маған айтқан жоқ оны. Әке-шешең айтып жатыр. Әке-шешеме келген, әке-шешем де айтқан жоқ оны маған. Сен қаяқтан білдің оны? Бар, достарым бар. Ой, фырмай, не болып кетті мынау? Ми ашып кетті ғой. Ол екі ортадағы өсек. Түсіндіре алдым ба саған? Түсінбедім да ғой соны. Екі ортада болған әңгіме деп айтып жатыр. Мақұл, енді мына жерде Ақеркенің әңгімесі бар еді, осыдан бір 3 күн бұрын ғана айтты да, негізі сабырлы еркек болатын болса мен шаршап кететін сияқтымын деген әңгіме болғанда мен де ше іш пісіп кетеді ондайдан деп ше. Осындай екеуміз де эмоциональный болғанымыз дұрыс деді да. Бірақ бүгін келіп алып эмоциональный болсақ екеуміз ұрысып қала беретін сияқтымыз деп, енді адамның ойы ғой, дұрыс қой, енді әр кезде әртүрлі өзгеріп тұрады. Бірақ енді қалай тез өзгеріп кетуге болады деп ойлаймын да өзім. Ақерке, солай айтып едіңіз? Бауырса ханым. Ақерке, не күлесіз? Есіңізге түсіп кетіп жатыр ма айтқаныңыз солай? Балалықпен айта салғам шығар. Сен бала емессің ғой, сен 25 жасар әйелсің ғой, балалықпен айтатындай нәрсе емес қой, ол негізше. Жоқ, неге күліп отырсың, Ақерке, айтқан сөзіңе нық жауап берсе осы жерде. Не үшін сен маған айтасың, эмоциональный еркек керек, а то ішіміз пісіп кетеді біздің деп айтасың да, енді мына жерде жаныңда отқан еркек келіп еді, білмеймін, еркек ойын өзгерткен шығар мүмкін. Я, шынымен де, себебі кеше мені толықтай тыңдай алды, таныса алдық деген сияқты. Әр кешеде мысалға ол мәселені маған айтқан жоқ. Үйдегілермен хабарластым, және де бір 2 сағаттай ма жоқ болып кетті. Сөйлесті, ол мәселені өзара шешіп алды, шешім қабылдады. Маған ешкімнің ойы қажет емес деген сияқты, өз ойым бар деген сияқты. И маған оны келіп истерика қылып, или бір айтып, ұрысып, ондай нәрсе болған жоқ. Сондықтан да мүмкін ойлағаным бар шығар, қалай болады екен, негізі солай дұрыс шығар, ақыл тоқтатқан, сабырлы ер азамат қасымда болу керек шығар деген. Сүлеймен, сіздің өзіңіздің көзқарасыңызды бір сұрақ бар еді негізі, менде ақыл тоқтатқанды көбірек айтып жатсың да, енді бұл сөзді айтудағы мақсат не жалпы? Ақыл тоқтатқан, аяғынан нұқ тұрған ер азамат, ақыл тоқтатқан, аяғынан нұқ тұрған ер азамат 4 рет айттың. Оның мақсат не жалпы оны айтудағы? Менен қорлық көрдің ба сен? Нақты сұрақ саған. Жоқ, мен сенен қорлық көрген жоқпын. Не үшін айтып жатырмын? Себебі ол сразу мақсатын анық айтты да, мен үйленуге дайынмын. Осындай уақытта сен қалай қарайсың? Болашақта не жоспарлайсың деген сияқты. Уақытымен айтып бергенем ғой, негізі өйтіп адамдар айта береді екен ғой. Негізі мен де уақытымен айтқам саған, міне мына күні үйленем деп. Бірақ енді сен аяғынан нұқ тұрған ер азамат, аяғынан нұқ тұрған ер азамат деп менің тарапыма қарай
бірдеңе тастап кетіп жатқан сияқтысың да. Көз қарақты көрермен өзі түсініп алады ол әңгімені. Бірақ олай айтпай ақ қойшы деп Қашан айтылды мына күні үйленемін деген сөз? Жоқ, айтқам мен бұған. Қай күні дайынсың деген кезде, мысалы, майға үйленеміз деген әңгімелер болған. Оның айтатыны былай, білесіз бе қалай? Суббота күні не істейсің? Сол күні үйлене салайық деп айтады ол. Прям серьезно айтпайды. Бір рет айтқам, соң эфирге шығарып отырсың ба енді соны? Әзіл деген болады. Мен әзілқой адам, мен әзілдей берем. Майға жоспарлап, оны айтудың қажеті жоқ, уже планның быт шығып кеткен ғой уже. Бірақ негізі майда болатын еді да, негізі сондай нәрселер болған. Білмеймін, бір аяғынан нық тұрған ер азамат деп 4-ші рет айтып жатқан екен, мен бір түрлі болып қалдым. Жақсы, ал бірақ жаңағы эмоционалды ер азамат керек деген сияқты әңгімелер 3 күн бұрын сіздердің араларыңызда болды ма? Сөйлеспей жүретіңіздер ғой? Ақерке жауап берсін. Ақерке. Оны енді сен естідің ғой, сен айтсайшы. Осы жерде естілді ме? Қашан? Білмеймін, бір сыртта болған шығар. Негізінде мен оны бұлағаттап тастағанмын барлық жерде. Мен есімде жоқ екен, бірақ айтқаным бар ондай негізі. Жоқ, ол қай жерде? Бірақ именно 3 күн бұрын екен, мен есімде жоқ. Нұржан, сіз қай жерде естідіңіз? Екеуміз енді кездесіп, сөйлесіп тұрдық қой, енді осы эфирге келген кезде, сол кезде бұғаттап тастағам дейді, бүкіл жерден бұғаттамағансында ғой негізі. Мен өзім WhatsApp-тан бір тыққаным бар, соны айтып жатсың ба? Бүкіл жерден ашықпыз ғой негізі ше. Бір білмеймін андай бір алтын болып көрініп жатыр да негізі. Бұл менің артымнан жүгіріп жүр, мен бұны бұғаттап тастағам деген сияқты ше. Жылтырамашы өтініш. Хорошо, жылтырай салайын, бірақ айтқым келіп тұр, мына жерде Сулейман отыр, мен үміткерім отыр, сондықтан да андай бір өзіңді көрсетіп, бір якобы бізде сезім әлі бар деген сияқты көрсетудің қажеті жоқ. Егер де ол нәрсе саған тиіп кетсе, значит сенде сондай нәрсе бар. Мен негізінде сені жамандап жатқан жоқпын, сенің тарапына дым сөйлеген жоқпын, так что менің нервыма тиме. Жоқ, Балауса ханым, оны олай солай істеудің қажеті жоқ деп жатсың ғой, сен бірақ ол көрінбейді олай. Ол сенің түріңде жазылып тұр ғой, сен әлі сезім бар деген сөз. Еще алдына екеуің сол жерде еще айттыңдар, мойындаңдар, бізде сезім бар, бірақ та біз бірге бола алмаймыз дедіңдер. Сүлеймен. Әлі де бар ғой, Балауса ханым айтып жіберейінші. Сүлеймен бағана айтқаным мен осы. Саған кедергі тудырмай ма бұл нәрсе дедім, сен жоқ деп айттың. Бірақ та Нұржанның әр сөзіне Ақерке күледі. Нұржанның әр әрекетіне Ақерке күледі. Енді күлкінішті болса күледі ғой. Сонда саған бәрібір ма сонда? Маған бәрібір болғанда кім еді? Нұржан. Нұржан серьезный жігіт емес сияқты. Сүлеймен, енді жаңа... Жоқ. Аяқтай қойыңыз. Өйткені сенің эфирлеріңді көп көрдім. Сенің әңгімелерің бәрін қарап жүрмін ғой жалпы. Сондықтан білмеймін. Әрекетіңді жаса. Жоқ, сен басқа жерден ізде қызыңды. Балауса ханым, Қазір Сүлеймен, енді жаңа тақырып болып жатыр, айтылып жатыр бірнеше күн бұрын Ақерке жаңағы өзіме бір эмоционалды, бірге күліп әңгіме айтып отыратында ер азамат келгені жақсы дегенде айтылды дейді. Бірақ бүгін өзі айтып отыр, ойым өзгерді дегенде. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Сіз жалпы ондайға сенесіз бе? Әлде адаммен кездескеннен кейін, сезім пайда болғаннан кейін бәрі өзгеру мүмкін деп ойлайсыз ба? Бәрі өзгеру мүмкін. Балауса ханым. Ал өзара әңгімелескен кезде, сіздерге қарасам, сіздер де күліп отырсыздар. Бір қызық болды ма, әзілдеріңіз жарасты ма, әлде бір бәрібірде ыңғайсыздану болды ма дегендей? Жоқ, менде ыңғайсыздану болған жоқ. Әзілдеріміз жарасатындай әзілдескен жоқпын. Оған әлі ерте сияқты ма? Ерте. Енді бағана сөздеріне қосылып кетсем, негізі Нұржан ағаға ренжудің қажеті жоқ. Сулейман, қош келдіңіз. Себебі Ақеркенің өзі сізге сенімсіз сияқты бағанан бері айтып жатыр ғой, эмоциональный адам керек деп. Не үшін? Себебі бізде Ақерке енді эмоцияға толы сондай қызда, бағана да сыртта отырып қалған кезде бір жараспайтын сияқтымыз, Сулейманмен бірге деп мысқылдап айтып қалған болды да. Мен ойлаймын енді бұл жерде Нұржанға ренжіп, сен осындайсың, мындайсың деп айтудың керек жоқ сияқты. Қыздың өзінен болып тұр барлық кінә. Бар мәселе Ақеркеде.